Көшпенділер ойындары даудамайсыз өту керек. Осы мақсатта соңғы бірер жылда ұлттық спортымыз көкпар ережесіне бірқатар жаңашылдықтар мен өзгерістер енгізілді және аталмыш жағдайлар дәл қазір Алматы іргесіндегі олимпиадалық даярлау орталығында кеңінен талқыланып жатыр. Яғни бұнда төрешілердің халықаралық семинары басталды. Яғни қазір Қырғызстан тарапы және Қазақстан тарапы осындай тәжірибе алмасу процесін қолға алды. Нақтырақ айтқанда, бірер күн бұрын қазақстандық төрешілер Қырғызстанға барып, көкпардың ережесіне қатысты өзгерістерді талқылап танысса, енді қазір қырғызстандық мамандар дәл осы елімізге келіп, көкпардағы жаңашылдықтарды біліп жатыр. Бұған қоса енді Өзбекстан бар, Ауғанстан бар, Тәжікстан бар, бас аяғы 10 шақты мемлекеттің төрешілері осы жерде, кейбіреулері осында арнайы келіп қатысып жатыр, кейбіреулері онлайн байланыс арқылы осы жаңашылдықтарды біліп жатыр. Бұндағы мақсат, ортақ мақсат, алдағы айда көрші Қырғыз елінде өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарын барынша әділ, таза және жоғарыда айтқандай даудамайсыз өткізу. Бізде өздеріңіз білесіздер, осы уақытқа шейін кішкене бір даулы мәселелер болып, осы жарыстардан кішкене бір осындай айқай-шу шыққандықтан екі елдің арасында кішкене бір-біріне деген өкпе-реніштері бар. Бірақ жаңағы семинарда да айтып жатырмыз, осы алдымыздағы көшпенділер ойынын жақсылап өткізіп, бұл жердегі басты мақсат көкпар мен көкбөрі ойынын насихаттап, елге дұрыс түсіндіріп, көкбөрімізді бірге қотарып, қолдап, осы жарысты жақсы өткізсек, біздің ары қарай көкбарымыздың да көкбөріміздің де болашағы мол деп ойлаймыз. Жоғарыда айтқандай, Қазақстан көкпар федерациясы осы ұлттық спортымызды барынша жоғары деңгейде өткізу үшін және ойындар нәтижесі ашық болу үшін, әділ болу үшін және ойындар кезінде кикілжіңдер туындамау үшін түрлі өзгерістер енгізді. Оның ішінде адамның қауіпсіздігі, аттың қауіпсіздігі негізге алынды. Бұған қоса цифрландыру жүйесі де осы ұлттық спортымызға қазір жаппай еніп жатқан айта кету керек. Оның ішінде чип енгізу бастамасы бар, яғни аттарды алмастырмау қатаң қадағалауға алынды. Бұған қоса VAR жүйесі енгізілді, яғни әр сәт, әрбір жағдай жіті қадағаланады және ережені бұзғандарға қатаң талаптар енгізілді. Қазір осындай бастамалар қолға алынып, екі жақты байланыс нығайып жатқаны қуантады. Көкпар ережесіне қатысты жаңашылдықтармен танысып, жан-жақты талқылауға кірістік. Көшпенділер ойындары жоғары деңгейде өтеді деген үміттеміз. Халықаралық семинар екі бөлімнен тұрады. Алғашқысында осы әр елден келген төрешілер дәл осы жерде теориялық сабақтар алады, ал екінші бөлігінде тағы да Алматы іргесінде ұлттық құрама дайындалып жатқан ипподромда практикалық дәрістері болады. Яғни әр осы даулы жағдайды, әрбір кикілжіңге әкелетін сәтті жеке қарастыруға, жеке талқылауға мүмкіндік бар. Тағы бір айта кетерлігі, дүниежүзілік көшпенділер ойындары бағдарламасына биыл қазақтың көкпары да, қырғыздың көкбөрісі де қосылды. Сондықтан өте қызықты, өте тартысты кездесулер күтіп тұр. Жалпы осы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының өзі 31 тамызда ресми түрде басталады, ал көкпар бойынша бәсекелер 2 қыркүйектен 5 қыркүйекке дейін жалғасады. Яғни 5 қыркүйекте финалдық ойындар өтеді деп жоспарланып отыр. Сондықтан осы жарыстың басы қасында жүрген мамандарға және ел намысын қорғайтын жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Аслан Қаженов, 24 KZ, Алматы облысы.